Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 9 сынып алгебрасының 3/2 есептерін шығарамыз. Теңсіздіктерді екі айнымалысы бар сызықты емес теңдеулер жүйесін шешу тақырыбындағы 3/2 есептерден бастап шығарып қарастыратын боламыз. Яғни квадрат теңдеуге айналдырып, сол арқылы жауабын табатын боламыз.
барлығын квадрат теңдеуі арқылы шығарған дұрыс. Шығару жолы барлығы квадрат теңдеуі арқылы дискриминант тауып y2-ні немесе x1, x2-ні табуға болады.